Сәлеметсіздер ме тыңдарман қауым? Менің өткен өмірімді тыңдап болғасын мені сынап немесе қарғап сілеп жүрмеңіздер. Ешбір әйел заты тұрмыс құрарда мен ажырасам, немесе күйеуімнен таяқ жеймін деп шықпайды. Сізге бар шындығымды айтайын, еш бүкпесіз, бояусыз. Тұрмысқа шыққаннан кейін бір айдан кейін күйеуім телефонның зарядкасымен сабады, бұл дұрыс па? 3 айдан кейін енем сиыр сауып болғанымда шелектегі сүтті басыма құйды, бұл да дұрыс па? Ал енді одан да сорақысы, күйеуім бақтада бірге жұмыс жасайтын әйелмен әуре болып бар тапқан ақшасын соған беріп және оны жасырмайтын болды. Осы сөздерді айту маған оңай болған жоқ. Әр сөйлемнің артында көз жас, жүрекке түскен жара, үнсіз төгілген түндер жатыр. Тыңдап отырған әрбір жан мені түсінуге тырысса екен деймін. Себебі бұл бір ғана менің емес, талай үнсіз жылап жүрген әйелдің тағдыры. Тұрмыс құрғаныма биыл 4 жыл болды. Ол кезде небәрі 26 жаста едім. Өмірге үлкен үмітпен, болашаққа сеніммен қараған кезім. 11-ші сыныпты бітіргенге дейін параллель сыныпта оқитын бір жігіт болды. Алғашқы махаббатым. Бала көңілмен басталған сезім уақыт өте келе шынайы сүйіспеншілікке айналды. Бір-бірімізді қатты жақсы көрдік. Мектеп бітірген соңда айырылмай Алматыға бірге оқуға түстік. Болашағымызды бірге елестетіп үйленеміз деп жоспарлағанбыз. Әлбетте, менің алғашқы жақындасқан адамым да сол болды. Ол үшін өзімді ешқашан кінәлі сезінген емеспін. Себебі ол сүйіспеншілікпен сеніммен жасалған қадам еді. Бірақ тағдыр біз ойлағандай болмады. Оның ата-анасы қарсы болды. Менің отбасымның қарапайым екенін, жағдайымыздың төмен екенін алға тартып, мені келін болуға лайық көрмеді. Ашық айтпаса да, көзқарастарынан ақ менсінбеушілік сезіліп тұратын. Ақыры біз екі жаққа кетуге мәжбүр болдық. Жүрегім жаралы, көңілім жүдеу күйде жүрген кезімде қазіргі күйеуіммен таныстым. Ол кезде жасымда келген тұрмыс туралы ойлай бастадым. Ол маған ұсыныс жасағанда бәрін ашық айттым. Өтірік маска кимедім, өзімді басқа қылып көрсетпедім. Мен жас үлбіреген қыз емеспін, өмірімде сүйген жігітім болды. Ертең қыз болмадың деп бетіме баспайсың ба? Деп турасын айттым. Ол болса ант су ішкендей болып, өткенің маңызды емес, маған қазіргі өзің қымбат деді. Сол сөздерге сендім. Адам баласы сенгіш қой. Үйленгенге дейін бірде бір рет жаман мінезін көрсеткен жоқ. Даусын көтермеді, қол көтеру түгілі, қабағын да шытпады. Барлығы ертегідей көрінді. Мен де бағым ашылды деп ойладым. Бірақ сол ертегінің соңы қара түнекке айналарын қайдан білейін. Басында бәрі жақсы басталды. Үйреністік екі жақта қолдан келгенше тырысты. Өз отбасым бар ақшасын жеткізіп, мені ұзатып, құдалықтың бар жөн жоралғысын атқарып, ешкімнің бетіне келмей, бәрінің көңілінен шығуға тырысты. Қызымыз барған жерінде төмен болмасын деген ниетпен соңғысында берді. Ал мен келін болып түскен үйде барымды салдым. Таң атқаннан кеш батқанша үйдің шаруасы, ас, су, кір-қоқыс, ештеңеден қашпадым. Келін жақсы болса, үйдің ырысы деген сөзге сеніп, өзімді сол үйдің бір тірегі болуға дайындадым. Кейде шаршасам да үндемедім. Бәрі уақытша үйренеміз, орнына түсеміз деп өзімді жұбаттым. Арада бір ай ғана өтті. Сол бір күн әлі күнге дейін көз алдымнан кетпейді. Үйде қонақ көп болды. Жолдасымның екі апасы отбасымен келді. Қайын сіңілім бар, қысқасы, үй іші абыр-сабыр адамға толы. Мен ас үй мен қонақ бөлменің арасында жүгіріп жүрмін. Біреу шай сұрайды, біреу тамақ, біреу ыдыс. Келін болған соң бәріне шыдау керек деп ойладым. Кешке қарай жолдасым ішіп келді. Көзінен ақ мас екені білініп тұр. Сол сәттен бастап көңілім бір жамандықты сезгендей болды. Бірақ қонақтың алдында өзін ұстайтын шығар деп үміттендім. Өкінішке қарай ол үмітім ақталмады. Ол еш қысылмастан, еш ойланбастан, жұрттың көзінше маған ауыр сөздер айта бастады. Даусы қатты, сөзі ашы. Кемсітіп адам құрлы көрмей сөйлегені жанымды қатты ауыртты. Апалары, күйеу балалары бәрі көріп отыр. Ал менің бетім оттай жанып, жүрегім қысылып кетті. Қарсы сөз айтуға да, ақталуға да шамам келмеді. Сол сәтте мен келін емес, адам емес, бір бөтен жан сияқты сезіндім өзімді. Көзіме жас келді, бірақ оны көрсетпеуге тырыстым.
Үндемей орнымнан тұрып бөлмеме кіріп кеттім. Есікті іштен жауып алып, үнсіз жыладым. Сол түні алғаш рет мен дұрыс жерге келдім бе? Деген сұрақ жанымды жегідей жеді. Кешкісін өз бөлмемізге келіп ұйқыға жатқанда нағыз бейнесін көрсетті. Оның алдында да нәзік еркелетуге жоқ еді. Осы жолы мені жек көруіме бір қадам тағы жақын түсті. Ұлы сөздің ұяты жоқ, анасынан жана туғандай үстін киімнен босатып шалқасынан жата қалды. Кіп-кішкентай еріндерімен Сайманбегімді алшы деп күлді. Мен қаншалықты отағасына қарсы шығуға болмайтынын білсем де, бұлай жасауға қарсы едім. Ол тоқтамады, Сайманбегін ойнақтатып ерсі қылықтар жасады. Мен оған сен аурусың, қойсаңшы, үйде қонақ бар. Деп ескерту жасаған едім, қасында тұрған зарядкамен арқамнан, қолымнан тіліп жіберді. Жылап отырып қалдым. Сол сәтте енді бұрынғыдай болмайтынын, тіпті осы үйде келін болғым келмейтінін де түсіндім. Мені жұбатпады, Сайманбегін құрғақтай сүңгітіп апақ күліме ұрғылап шаруасын аяқтады. Таңертең үйдің шаруасына кірісіп күндегі тірлікті жалғастырдым. Арада 3 ай өтті. Тұңғышымды көтердім. Жолдасым аздап жібігендей болды. Жолдасым бақтада жұмыста жүргенде зарплат алып маған аздап ақша салған еді. Себебі өзім сұраған едім, біз ауылдық жерде тұрамыз, поликлиникаға баруым да ақша қалтамда болсын деген мақсат еді. Енем сол ақшаны өзіне беруін талап етті. Таксиге өзім төлеймін деп. Мен бергім келмеді, әйел адаммын ғой, алатын ұсақ түйегіме керек еді. Енем ашуланып сиыр сауып отырғанымда шелекті алып сүтті басыма төңкерді. Сол жерде айтпағаны жоқ. Қу кедейдің қызы, кәрі қыз, менің балама шығып бағың жанды, құтырма, деп түрін айтты. Сол күні таксимен өз үйіме кетіп қалдым. Ішім шәрмеп келгенге ата-анам ренжіді, жұрт не айтады, деп қоймады. Бір жұмадан кейін жолдасым аяғыма жығылып кешірім сұрап қайталып кетті. Осылайша ұлымды босандым. Өмір жалғаса берді. Жолдасым вахтада жасайды. Дөрекілікпен жасалатын дәруменіне де үйреніп, жолдасымды вахтадан күтіп жүретін болдым. Ұяшығын басқаны көрмегесін осыған әбден үйренгені болар. Бірде вахтадан 2 ай келмей қойды. Мен жолдасымды сағынбасам да дәруменін сағындым, айғырын сағындым. 2 ай өтіп келген күні бойым тулап, бойым қызып, аппақ гүлім қызып ерекше болған еді. Бірақ қуанышты күндер ұзаққа созылмады. Жолдасым жүріс жасайтынын байқадым, бірақ мойындамай жүрді. Былтыр жазда WhatsApp-ынан барлығын өзім көріп қойдым. Ол да қашпай барлығын мойындады. Соңғы 1 жыл бойы маған жақындауды тоқтатты. Вахтадан 3 айлап келмейтінді шығарды. Соңғы жанжалдан кейін мен ұлымды, заттарымды жинап қалаға кетіп қалдым. Тоқтатпады, ойлаған болу керек, бұрынғыдай өзі қайтып келет деп. Бірақ осы жолы қайтпадым. Мектепке жұмысқа тұрдым. Негізгі мамандығым кітапханашы. Бос штат болмағандықтан әзір хатшы етіп кірдім. Ең бастысы ақшамыз болса қалғаны бола жатар. Бір күні садиктен ұлымды алуға барғанымда алғашқы мектеп кезіндегі махаббатымды кезіктіріп қалдым. Екеуміз де қобалжып тұрып қалдық. Ол үйленген екен, ұлы 3 жаста екен, менің ұлым баратын садикке келеді екен. Тағдыр десеңші. Екеуміз сөйлесіп номерімізді жазып алып қалдық. Отбасы бар, бірақ мені көргелі қайта хабарласып сөйлесіп бастады. Оған деген ренішім ұмытылмайды. Мені тастап кеткені, басқаға айырбастағаны. Бірақ қысқа уақытқа болса да сезімге ерік бердім. Бір күні кездестік. 2 жылға жақын бойым ердің дәруменін көрмеген еді. Аңсап қызып тұрды. Ол да есі кетіп жеуге жаздады. Айғырын асаулатып ұрғылады. Екеуміз де басқа әлемге барғандай болдық. Апақ гүлімді сүйгіштеп мені естен тандырды. Ботадай боздап барлық дәруменім шықты. Оның да дәруменін алып алмастық. Я, жетісіп отырған ештеңең жоқ деп бетіме басар көпшілік қауым. Алайда мен де бақытты болуға лайықтымын. Ұлымды аяқтан тұрғызуым керек. Өзімді бақытты етуім керек. Енді бұрынғы өмірге қайтпаймын. Қосылмаймын, ұрғанға да көндім. Ақша бермейтініне де көндім. Басқа елмен жүріп оны жасырмай мені аяққа таптағаны енді соңғы шыдамым болды. Барлықтарыңызға баянды махаббат пен тыныштыққа толы берекелі өмір тілеймін.